Қант, ұн, айран, жұмыртқа, сары май, ас содасы, разрыхитель, какао және де краситель керек. Ең алдымен құрғақ құрамды араластырып аламыз. 300 грамм ұнға 300 грамм қантты араластырамыз. Оның үстіне бір ас қасық какао қосамыз. Одан кейін ас содасының 1/4 бөлігі қасық, кішкентай қасықтың 1/4 бөлігі. Сосын разрыхитель 15 грамм қосамыз. Құрғақ құрамның бәрін бір-біріне араластырамыз. Видеодағыдай қылып. Сосын сұйық құрамға кірісеміз. Ең алдымен 280 грамм айранды, 200 грамм сары майды және 3 жұмыртқаны миксерлеп аламыз. Құрғақ құрамды 2 бөлікке бөліп араластырамыз. 2 бөліп салған себебіміз, бәрін бірге салсақ, тестамыз көтерілген кезде қатты көтерілмей жабысып пісуі мүмкін. Сол себепті 2 бөлікке бөліп саламыз. Онды да еліктен өткізіп алған дұрыс. Бәрін араластырып болғаннан кейін красительден шай қасықтың ұшымен кішкене ғана салып, бәрін біркелкі қылып араластырып аламыз. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке осы дайын болған құрамды 3 бөліп пісіріп аламыз. 10-15 минутта піседі. Оның піскендігін шпажкамен тексереміз. Енді біз кремге кірісеміз. 33% сливкиді алып миксерлейміз. Миксерлегенде ыдысымызда су болмау керек, құрғақ ыдысқа. Ол қою болып, крем болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Одан кейін барып үстіне сахарный пудра қосамыз. Тәтті болған қаласаңыз көбірек қоссаңыз болады. Негізі 150-160 грамм қосу керек. Піскен корждардың артық жерлерін алып, осылай ұнтақтаймыз. Бұны біз дайын болған торттың үстіне, шетіне жабыстырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай майда болу керек. Ал енді дайын піскен корждардың үстіне кремдерді түзулеп, реттеп қойып шығамыз. Корждың шеттерін, үстін бәрін тегістеп крем жағып шығамыз. Крем жағып болғаннан кейін бағана дайындаған ұнтақтарымызды үстіне себеміз. Сосын дайын болған тортты тоңазытқышқа 1 түнге немесе 6 сағатқа қоясыздар.